Міне үйіңіздегі жүрген кішкентай балдарды 1 жастан 5-6 жасқа шейін осындай кәжекей тігіп беруіңізге болады. Ол үшін біз матаны 4 бүктеп аламыз да, бірдесен алды артын сразу пішіп шығамыз. Мұқият соңына шейін қараңыз. Мінекей біз мойын кесіп аламыз. 4 сантиметр мойын атқасын ойып алдық. Мына иығы 8-9 сантиметр. Енді мына қазір қырқатын қолтығымыз жағын біз 16 сантиметр алуымызға болады. Өйткені жемпірмен ненің сыртынан, кофтаның сыртынан киюге арналғанымен осылай кесіп аламыз. Өте әдемі болды. Енді біз бұны алдын оюға болады, оны кейінірек көрсетемін. Қазір біз бұны ашып сіздерге көрсетеміз. Мына алдындағы бір 3 сантиметр қалдырдық, ол бізге алдынан түйме қадау үшін керек. Артықтау кромкасын алып тастаймыз. Сонда мен 2 сантиметр қалдырып отырмын. Осы 2 сантиметрмен түймесін салатын боламыз. Мені осылай пішіп алдық. Бұл өте әдемі, ыңғайлы. Тігісі тек иығын тігесіз, астарын салып, айландырып тігіп шыға саласыз. Мені осындай әдемі болып көрініп тұр. Қабаттаған кезде 2 сантиметріміз жаңағы түймеге арналған. Біз енді тура осыны қойып, астарын пішіп алатын боламыз. Ешқандай артық кемсіз пішесіздер. Мінекей 2 бүктеймізді енді алдын ойып аламыз. Бағана артын 4 сантиметр қылғанбыз. Міне алдыңғы бойында 1,5 сантиметр қолтығының ұшына шейін ойып аламыз. Мінекей біз тура үстіп төсеп, астына мата төседік. Астарын сразу тура осылай қырқып аламыз. Міне астарын қызыл матадан. Кез келген матадан піше салуға болады. Бірақ ешқандай артық кем қылмай тура пішіп алуымыз керек. Өйткені тырысып, бүрісіп қалмау үшін. Міне мұқият қарасаңыздар, бұл өте жеңіл. Қазір енді біз синтефон салып көреміз. Синтефонда тура осылай пішіп алатын боламыз. Төсеп, астарында несінде қойып, төсеп, одан кейін булавка шаншып аламыз. Мінекей кәжекейімізді сызып алдық. Міне көрдіңіздер, мына сызықтар. Сондай қып сызып алып, уже машинаман бірінші сырып аламыз. Өте жақсы сырылады. Біз бұл жерде 1 сантиметрлік синтефон қойдық астына. Үстіге 2 жағын тартыңқырап тұрып, тұрып аламыз. Бәрін бір жақтама аламыз. Енді ең соңғысына келдік. Өткені бір жақтама пішіп атырмыз. Мыняқа тіксеңіздер, бұл жаңа қыртысталып қалады. Соңына да жеттік. Өте әдемі тігіледі бұл. Бәріне біз булавка шаншып алдық. Булавка шаншып алған жақсы. Біреулер көктейді, көктеуге де болады. Көктеп жүргенше булавка өте тиімді, әрі жылдамырақ болады. Мені үстіп сырып шықтық. Қазір енді біз осының астарын салып көреміз. Қалай болатын. Өте әдемі шықты. Мені мұқият сіздерде осылай бала шағаларыңызға тігіп беруіңізге болады. Өте әдемі болды. Келесі біздікі әрқайсысы 10 сантиметрден болған. Сол үшін белгілемесек де әдемі көрінеді. Міне үсті петлясын орнатып аламыз. Тігістен төмендеу ала бер. Мына тігістен төмендеу ала бер. Қазір мынаны мынаяқтан аласын. Өйткені аралары неғып қалды бізде. Мінекей келесі де осылай. Так, у нас былай тұратын бет. Жоқ, керісінше тұрады.
міне төрт ілгек жасадық біз. Төртеуі де бітті, өте әдемі. Енді бізге астарын тіге берсек болады. Мына астарын, синтефонын бәрін салып қойдық. Енді біз анау мойын жағынан бастап тігеміз. Мойыннан бастап алдына біз уже петля істеп қойдық. Бәрі дайын тұр. Осылай айландырып, міне келесі міне осы бетіне де бет жүргіздіріп мойындарын шейін тігіп шығамыз. Оны тігіп болғаннан кейін мына енді біз аударып алдық. Жақсылап енді жаңа астарын көрсетпей үстінен 1 сантиметр строчка жасап шығамыз. Қазір біз алдын тігіп жатырмыз. Алдын жаңа петля жағын айландырып етегіменен келесі бетіне шығып мойнынан тігіп шығып строчкасын беріп аламыз. Одан кейін уже біз жаңағы иықтың астарларын қондыратын боламыз. Міне осы жерден бұл жағында сол 1 сантиметрден немесе сәл үлкендеу қылып алуға да болады. Міне өте жақсы көрініп тұр. Осылай айландырып тігіп шығасыздар. Астары шығып кетпеу керек, мұқият сол кантигін қатты шығармай, астарын көрсетпей оқып тастап отырып, аз-аздан, қысқа-қысқадан тігіп шықсаңыздар болады. Міне петлялары бізде 4 түйме қадайтын боламыз. Одан да жиі қадауға да болады. Біз қазірге 4 түйме істеп тұрмыз. Міне соңына келгеннен кейін анау бұрыштан 1 сантиметрде жеткізбей тұрып, инемізді сұғып аламыз да бер қарай бұрып аламыз. Міне инені сұғып алдық. Енді бұруға болады, оп-оңай бұрылады. Етектерінде жаңа бүрісіп-тұрысып қалмау үшін әдемелеп текстеп, ұстап көріп, тігіп шығатын боламыз. Келесі жағында осылай айландырып тігіп шығатын боламыз. Өте әдемі, ұқыпты шықты енді. Ұқыпты біз кесіп алдық. Қазір енді осы жерде бұлай тігіп шығамыз. Мына жерде бұлай тігіп шығамыз. Мінекей өте әдемі шықты. Ашып көрсек те бұлай, міне көрсеңіз. Күшті. Енді мына қолдарына да, мына қолының айналасына да тура осылай строчка беріледі, бүйтіп айландырып. Екеуіне түймесі мынандай воздушный петельки деп айтады. Қыстың күнге, қазіргі күн салқын кезге өте әдемі болып шыққан. Сырғанда бұл қалың көп қып сырудың қажеті жоқ. Осы 10-10 сантиметрден сырсаңыздар да пышный болып тұрады. Керемет әдемі шықты. Мінекей.